Кезінде басқа қалаға барсақ, ыңғайлы қонақ үйлерде тоқтайтын едік. Бірақ Airbnb-дің пайда болуымен жайлы пәтер немесе бір үйдің жеке бөлмесін жалдай аламыз. Бұндай мүмкіндіктер туризм саласына үлкен әсерін тигізді. Ендігіден біз жай ғана турист сияқты емес, өзімізде қаланың тұрғыны сияқты сезініп демала аламыз. Бұл біркелкі қонақ үйлерге қарағанда әлде қайда қызығырақ көрінеді. Сондықтан оның сұранысы да көбейді. Дегенмен соңғы жылдары Airbnb компаниясының даулы мәселелері көбейіп жатыр. Үй иелері компания шарттарымен келіспейді. Пәтерлерді уақытша жалға беретін Airbnb сияқты платформалар көбейіп, үйлерді жалға беру бағасының күрт өсуіне алып келді. Ал жергілікті билік тарапынан ескертулер жасалып, айыппұл мен салық та салынды. Сондай Airbnb-дің ғұмыры жақында аяқталуы мүмкін бе? Әлде әлі үміті бар ма? Airbnb ол Air Bed and Breakfast. Бастапқыда тек жататын орын мен таңғы ас ұсынған. Бұл қосымша қазір үлкен онлайн платформаға айналды. Airbnb басқа қалаға саяхат немесе іс-сапар кезінде ұзақ не қысқа мерзімде уақытша тұрақты тауып, жалдауға көмектесетін онлайн платформа. Платформада сіз әлемнің кез келген қаласынан бөлме, үй немесе қонақ үйлерді таба аласыз. Сондай-ақ өзіңіз де жататын орынды жалға ұсына аласыз. Әрине, Airbnb өзім бірнеше рет қолданғанмын. Инвестиция тұрғысынан Airbnb компанияның неге қызықтырады инвесторларды себебі тұтынушылар өсіп жатыр, табысы көбейіп жатыр. Мысалға 2017 жылы 2,5 миллиард ақш доллары болған, ал осы 2023 жылы 10 миллиард ақш доллары болды. 6 жылдың ішінде компанияның табысы 4 есе өсті. Бірақ белгілі бір себептерге бәрімізге қазір белгілі болуы мүмкін, көптеген адамдарға компанияның акциялары негізі құлап жатыр. Себебі компанияның айналасында көптеген негативті жаңалықтар шығып жатыр. Airbnb-де қонақ үйлерге қарағанда әлде қайда арзан бағаға уақытша тұрақты табуға болады. Ал жалға берушілер Airbnb арқылы қосымша ақша таба алады. Онлайн платформа осындай мүмкіндіктермен тез әйгілі болып, кеңінен қолданыла бастады. Дегенмен уақыт өте келе Airbnb-ге қатысты сұрақтар пайда болып, соңғы кездері қолданушылар өз наразылығын білдіре бастады. Airbnb басында өзінің қолжетімді бағалармен тартымды болған. Бірақ қазір Airbnb-ді арзан деп айту қиын. Жалға берушілер үй-жайдың ыңғайлылығы мен сапасын әртүрлі ұсыныстарын арттырған сайын жалға беру бағасын да көбейтеді. Бұған қоса, соңғы кезде Airbnb-дегі кейбір үйлер үй иелерінің атынан емес, риэлторлардың атынан жалға берілетіні байқалды. Риэлторлар үй иесіне өзінің қызметін ұсынып, Airbnb арқылы үйді жарнамалап жалға береді. Осылайша олар бастапқы бағасының үстіне өзінің қызметі үшін пайыздар қосып, соңында үйдің бағасы қымбаттайды. Бұған қоса, үй-жай жалдаудың ортақ сомасының ішінде қызмет көрсету үшін алынатын Airbnb-дің төлемі де бар. Ол шамамен 14% құрайды. Ал үй-жай иелері Airbnb-ге табыстан шамамен 3% комиссиясын төлейді. Қонақтар үшін қауіпсіздік жағынан да кемшіліктері бар. Соңғы кездері Airbnb арқылы жалға алынған үй-жайлардан саяхатшылар жасырын камераларды жиі тауып жатыр. Жасырын камералар түтін детекторлары, ауа фильтрлері және басқа қарапайым тұрмыстық техникалардан немесе кітаптар мен жиһаздар арасынан табылған. Бұндай жағдайлар Airbnb-ге деген сенімділікті төмендетті. Airbnb кемшіліктеріне қарамастан өзін жақсы бәсекелес компания ретінде көрсетеді. Ең бірінші бәсекедегі компания ұқсас сервис тұтынушыларға беретін ол Booking компаниясы. Жобалап айтқан кезде Airbnb компаниясынан 2 есе үлкен. Booking арқылы өткен 2023 жылы миллиард 50 түн бронироваться етілген екен 2023 жылға. Booking компаниясының табысы где-то 20 миллиард. Бірақ Airbnb өте тез өсіп жатыр. Мысалға Booking 5-10%-ке өссе, Airbnb 10-20%-ке өседі жыл сайын табыстары. Соның арқасында инвесторлардың тарапынан Airbnb-ге деген қызығушылық өте көп. Онлайн платформа қонақ үйлері саласына да өз әсерін тигізді. Airbnb саяхатшылардың қонақ үйде номерлерді брондауын қысқартты. Қонақ үйлердің төленетін әртүрлі лицензиялары мен салықты болғандықтан, олардың қызметі де сәйкесінше қымбат болады. Ал Airbnb өзінің тиімді бағаларымен қонақ үйлер үшін тағы бір бәсекелестікті тудырды. Сондықтан олар да артта қалмай, платформада өз қызметін ұсыну үшін номерлер бағасын түсіре бастады. Және де қонақ үйде көрсетілетін ұсыныстарды толықтыруға тура келді. Бірақ тұтынушылар әлі де Airbnb арқылы бөлек үй немесе бөлме іздейді. Өйткені қонақ үйге қарағанда, жергілікті тұрғын үйлерден сол елдің өмірін, тұрмысын тереңірек сезінуге болады. Мысалы Airbnb деп айтқан кезде біздің ойымызға бірден жаңағыдай жеке бір адамның үйі сияқты бөлмесіз ойымызға түседі. Мысалға гостиницада жатсаңыз, сіз әрине тұрсаңыз, ол жақта сіз өзіңізді бір жергілікті тарихқа, культураға, жергілікті адамдармен қарым-қатынасты мүмкін қатты сезбейсіз. Ал Airbnb оны көбірек береді дәл қазір. Бірақ бұны айта келе, әрине Booking та қазір дәл осы нарыққа қатты кіріп жатыр. Мысалы кез келген бір қаланы алып, сол жақтан мысалы бөлме іздейтін болсаңыз, ол жақта қонақ үйлерден
бөлек өте үлкен жаңағы жеке бөлмелер де шығып жатыр. Бірақ менің ойымша келесі 5 жылға 10 жылға дейін Airbnb өзінің соңғы 15 жылдық тарихының арқасында осы нарықта менің ойымша лидер болып қалады. Себебі барлық тұтынушылармен ол неге келеді? Сонда ассоциация келеді бірден. Сұраныс пен тұтынушылардың өсуінен Airbnb кейбір шетел қалаларында халық арасында тұрғын үй жағынан үлкен мәселе тудырды. Үй жайды ұзақ мерзімге қарағанда қысқа мерзімге жалға беру тиімдірек болғандықтан үй иелері айлап тұрған адамдардың үйді босатуға сұрай бастайды. Көптеген адамдар тұрақты жалдап тұратын үй таба алмай қалды. Бұл сұрақты шешу үшін мемлекет тарапынан бірқатар іс-шаралар жасалуда. Мысалға, регулятор жағынан Airbnb компаниясының айналасында қазір көптеген жағымсыз жаңалықтар бар. Соңғы жаңалықтардың бірі өткен жылдың қыркүйек айынан бастап Нью-Йорк қаласында шектеу қойылды жаңа бөлмелерді жалға беруге онлайн платформалар арқылы. Сіз жалға бере аласыз, тек қана үйде өзіңіз тұратын болсаңыз. Ал мысалы бір үйді сатып алып, тек қана ол үйді күнде жалға беруге ол болмайды. Екіншіден, сіз оны жалға беретін болсаңыз да, сіз бір белгілі бір сайт арқылы регистрациядан өтуіңіз керек, рұқсат алуыңыз керек. Содан кейін сіз бөлмеңізді жаңа жалға бере аласыз. Бұл шектеулер Airbnb-дегі бағалардың өсуіне және компанияның табысына ықпал етті. Қыркүйек айынан бастап Airbnb платформасындағы Нью-Йорктағы бөлмелердің саны бірден азайып кетті, себебі осы заңға байланысты. Осы 1-2 ай бұрын Италияның регуляторы айыппұл салды 800 миллион евро шамасында. Себебі олар мысалға Европаның және Италияның заңдары бойынша онлайн платформалар жергілікті салықты тұтынушылардан тікелей алып, оны кейін салық органдарына төлеу керек. Ал Airbnb белгісіз бір себептермен оны жасамаған. Бұл жағдайларды ескерсек, Airbnb-дің тиімділігі мен сенімділігі күмәнда қалып барады. Ал компания табысы болашақта төмендейтін сияқты. Бірақ көрсеткіштер мен сарапшылардың айтуы бойынша Airbnb-дің болашағы жарқын үміттерге толы. Мен ойымша өседі. Қытайды алатын болсақ, Қытайдың мүмкін 15-20%-да ғана паспорт бар шығар шетелге шығуға. Индияда одан да төмен. Сондықтан бұл travel индустрия әлі менің ойымша 10-20 жыл өседі. Ең кем дегенде Booking-тің несіне жете алады табысына. Қазірге ең бірінші мақсат Airbnb-ға. Ал содан кейін менің ойымша Қытайда байыған сайын, Индия сияқты мемлекеттер дайында байыған сайын, мысалы Юго-Восточный Азия байығандегі адамдардың жағдайы жақсарған сайын, олар Европаға барғысы келеді, Америкаға барғысы келеді. Сондықтан менің ойымша Airbnb-ді келесі 15-20 жылда әлі өседі деп ойлаймын компанияның табыстары. Кем дегенде осындай табыс көзіне ие болып қала береді деп ойлаймын. Сіз Airbnb жайлы ойыңыз қандай? Өзіңіз Airbnb-ді қолданып көрдіңіз бе? Ойыңызбен комменттерде бөлісіңіздер.